Біз күн сайын осы мектептің табалдырығын аттаймыз. Қабырғадағы есімге үйреніп кеткеніміз соншалық, кейде оның артында қандай ауып толға тұрғанын ұмытып жатамыз. Қадыр мырза әлі, біздің буын ол кісі туралы не біледі? Оқулықтағы өлең бе, әлде гимн авторы деген құрғақ факт бе? Бүгін біз сөз дергерінің жұмбақ әлеміне үңіліп, оны ақын емес, адам ретінде танығымыз келеді. Оның үйі нағыз қазына, 12 мыңнан астам сирек кітап. Ол кітапқа деген құштарлығы сонша, егер мен ақын болмасам, ең жақсы оқырман болар едім деген екен. Күніне 10 сағат жазу, үстелінен тапжылмай отыру, бұл ерлік емей немене? Ентке келсең, бұлай кітаптарын күнде өзі ертең келіп қарап жүреді ғой. Біреуін түзетеді, біреуін қайтадан көреді. Сол көз алдымда тұрады. Сосын да келіп ана жерге 4 жылдай кітаптар кеткен жоқ, диванға отырып, соны көз алдыма елестетіп жататын. Бұлай кітаптарын қарап, интересін ашып, біреуін оқып, бірдеңесін қайтадан қойып, сөйтіп жүреді. Кітапты Қадыр Мырзалиевті көп оқыған жер бетінде адам жоқ шығар. Қаншама мыңдаған кітап. Өте көп оқыған адам, өзінің сөзі қояды. Егер мен жақсы ақын болмаған күнде жақсы оқырман болар едім деген. Ай нұрынан, күн нұрынан нәр алған, арман қайда қолаңшасы таралған, қуанышын қанат қылып адамдар, аспаныңа ұшу үшін жаралған. Жастығынның ақ сұңқары қуды іліп, тойлау керек ду күліп. Бірақ кейде тіршіліктің тұманы ұшырмайды қанатыңды су қылып. Әр уақытта күні ғарып кірменің, не теңім деп өлең менің, жыр менің. Шұғылданып ұсақ тиек шаруамен, амалың жоқ, тышқаншылап жүргенің. Керек емес маған алыс шетелің, керек арман, соған қалай жетемін. Қанатым су, қанатымның орнына, асыққанда желпілдейді етегім. Біздің Қадыр әлеміне жасаған саяхатымызда жолбасшы болған. Ақынды кітап беттерінен емес, өмірдің өзінен таныған жан. Донеділ Ізмағамбетов, белгілі композитор, мәдениет қайраткері. Ақынның сырлас әрі шығармашылық серігі. Оның жеке мұрағатында жай ғана суреттер емес, ондаған жылдарға созылған ағалы інілік қарым-қатынастың тірі тарихы сақталған. Қалыңыз қалай? Рахмет, жақсы. Осы біздің сұхбатымызға қатысқаныңыз үшін үлкен рахмет. Менің тобым және мен сізге үлкен алғыс айтамыз. Өте қуаныштымыз. Аға, сіз мен айтып кеткендей, біз кішігірім фильм түсіріп жатырмыз, осы Қадыр Мырза әлі туралы. Және де сізбен алынған сұхбат біздің фильміміз үшін өте маңызды бір бөлігі болып тұр. Тіпті біздің фильміміздің жүрегі деп айтсақ болады. Сондықтан сізден бір рұқсат сұрағым келіп тұр, бір өтініш. Осы сұхбатымызды бейне жазбаға түсірсем бола ма? Әрине. Жақсы, рахмет үлкен. Тағы да бір алғысым, кешегі сіз телеграмға салған жүктеген суреттеріңіз. Шынымен де өте күшті суреттер, өте жақсы кадрлар болған екен. Ол үшін де сізге үлкен рахмет. Осы суреттер арқылы сіздің Қадыр атамызбен өте жақын достар болғаныңызды, әріптестер болғаныңызды көрдік. Сіздің суретіңізді Қадыр атамның сүресінде көрдік. Сондықтан осыдан бір сұрағымыз бір туындап тұр. Осы Қадыр атамызбен сіздің достығыңыз қалай басталды? Жалпы осы атамызбен ең бірінші рет көріскенде қандай әсерде болдыңыз? Қандай әсер қалдырды? Рахмет, сұрағыңызға. Біріншіден, сіздердің мына бастамаларыңызға өте риза болып қуанып отырмын. Оқыған оқушылардың өздері осындай жобаны бастап, соның ішінде ол Қадыр
өзі мектеп Қадыраған атында сонда білім алып жатып, және осы ағаның өмірі туралы, шығармашылығы туралы өз еңбектерін жүргізген осындай үлес қосып жатқанына өте қуантады. Сәттілік тілегім келеді. Рахмет. Көп рахмет. Сізге де рахмет. Енді Қадыр Мырзалиев Қадыр ағамызбенен алғаш көріскеніміз көп болды. 70-ші жылдардың ортасында әуелі әрине бәріміз сыртынан біліп, әдебиеттен біліп, алыстан көріп жүрген аға, содан кейін 70-ші жылдардың аяғына таман біздер ең бірінші рет шетелге концертпенен 1977 жылы Норвегияға барып, біздің Оралда, Батыс Қазақстан облысында Ақжайық деген халық әнби ансамблі бар. Мен соның жетекшісі болдым бір кезде, соның белді мүшесі болдым, әуелі әнші болдым. Сол ең бірінші рет шетелге шығып Норвегияға капиталистік ел, ол совет заманында бүкіл одақтың атынан, Совет одағының атынан, Қазақстаннан, оның ішінде Орал, Батыс Қазақстан облысынан осындай ансамбль ұлттық өнерді көрсетуге Норвегияға барып, бір апта сонда Совет Норвегия достығы апталығы деген осындай үлкен шараға қатыстық. Сол сапарда соған дайындық кезінде осы бір топ жазушылар келіп Оралда болды. Сонда соларға концерт қойғанда алғашқы Қадыр ағаны көріп танысқаным. Кейін енді ол біз досты күнге қиын болар, ағалы інілі болдық. Біріншіден екеуміз бір ауданда туғанбыз. Қазір Сырымды Атымаудан Батыс Қазақстан облысының бірінші Жымпиты ауданы болды. Жымпиты дегенде атақты Алашорданың бір астанасы, мысалы тарихи орталық. Сырымды туған атақты батыр, шешен көсеміміз Сырымды туған аудан. Сол жерде Қадыр аға дүниеге келген балаланда орталығында. Мен де сол ауданның бір ауылында болдым. Сондықтан әрі жерлес, әрі ағалы інілі болдық. Мен енді әнші ретінде ол кісі менің енді армия қатарына келгенде, мен армия қатарында жүргенде Қыз жібек фильмі шыққан, елге келсем біз көрмеген, бірақ керемет сол фильмдегі әнді халық Ақжайық көп болды, Ақжайыққа бармағал деген бүкіл ел айтып жүрген, соны дереу соны үйреніп алып, сол мен репертуарымда сол заманнан әлі күнге дейін шырқалып келе жатыр. Сол Ақжайықта айтып, сол жаңа концертте Қадыр ағаны алғаш көрген, сонда танысқанбыз. Кейін енді жақын араласты, ағалы інілі болдық. Онан кейін жаңағы шығармашылық байланыс орнады арамызда. Ол енді ең қызығы сол жері болар. Сұрақтарыңызда қалай шығармашылық байланыс орнады деген сияқты. Ол енді 1994 жылы ол кісінің жаңағы 60 жылдық мерейтойының қарсаңында, енді 95-тің қаңтары, осының 60 жасқа толатын 5 қаңтарда, сол 94-тің аяғында маған қазірше айтқанда облыстық әкімшілік қой, ол заманда обком, облыстық партия комитетінің телефон шалды. Сізге Қадыр Мырзалиев хат беріп жіберген, соны алып кетсеңіздер. Сонан барып сол хатты алдым, үлкен формат неде А4-ге жасалған конверт, сондай хаттар ол уақытта сирек. Соны енді үйге жеткенше шыдамай мен Қадыр Мырзалиев маған не деп хат жазуы мүмкін, не айтуы мүмкін деп өзім қызығы басым болды сол сұрақтың. Содан кейін үйге жеткенше мен өзім жақын тұратынмын апамға. Соны ашып оқып ішінде хаты бар. Ана сіздің мектептегі музейде тұрған хат, кеше мен соның көшірмесін салдым. Сол хат бар, үйге жеткенше сол хатты оқыдым. Сөйтсем ішінде бір топ өлеңдер бар екен. Машинкамен басылған сол заманның қағазына. Содан кейін сол бір күн жұмыстан қалып
отырып бір күнде екі ән шығардым. Ата деген, жар деген. Ол енді желтоқсан өтті. Жаңа жылдың басында Қадыр ағаның 60 жылдық тойын елде атап өтетін болды. Ол енді қиындау уақыт, мына одақ тарап, ел егемендік алып, енді жаңағы қалпына келе алмай сөйтіп жатқан заман ғой. Соның өзінде үлкен жақсы етіп атап өтілді. Аға келді, анасы келді, анасы көрді, отырды. Сол кештегі сол концертте осы жаңа екі әнімде орындалды. Концерттен кейін Қадыр аға айтты, жақсы екен әндерің, әсіресе ата деген ән өте ұнады деп. Енді жар деген ол енді әрі философиялық әрі әзіл аралас сондай ән, бірақ оның да оққан адамға берері көп. Сондықтан сөйтіп сол алғашқы әндеріміз сөйтіп шықты, сөйтіп содан кейін енді мен Алматыға көшіп келдім. Алматыда жиірек көрісіп тұрдық, барып тұрам, араласып тұрам, бармай қалсам, телефон соқпай қалсам, осы қалжыңдап маған енді нағашы дейді. Өйткені анасымен екеуміз аталас жақындармыз. Осы нағашылық жиендігін пайдаланып, ағалығын пайдаланып, қалжыңдайды. Мен қалжың қайтаруға қысыламын. Оралдан хабарласып, Орал туралы әндердің конкурс болып жатыр. Қатыспайсыз деп қала әкімінің орынбасары хабарласты. Оның алдында Қадыр аға маған айтып жүретін, сен көп шығармашылығына көп көңіл аударуың керек, сонымен отыруың керек, әндер шығаруың керек. Енді маған өлең сұрап әнге жазып беріңіз деп хабарласатын ақын композиторлар көп деді. Мен оның бәріне өрдеймін, жаза бермеймін деді, атаға айтты. Ал саған тақырыбын айт, бағытын айтсаң, мен саған сұраған тақырыпқа өлеңдер жазып берейін деді деп жүретін. Соған енді мен сол кезде шабытым болмады ма, көңілім келмеді ме, әйтеуір ол ән шығаруға көп мен болған жоқ та, бірақ мен сол мына Орал туралы ән шығару керек болғанда Қадыр ағаға хабарластым. Телефон соқтым, осындай конкурс өтейін деп жатыр екен, Орал туралы ән жазсақ қайтайық деп. Сосын ой болған, ол кісі енді терең білімді, жан-жақты философ, ақын, ұлт ақыны оңай емес қой. Ол біраз нетті. Ол не жазасың Орал туралы, не жазуға болады? Ол ендағы тарихи қала, Құрманғазы болған, бұнда Исатай Махамбет бар, тағысындағы деп айтып отыр. Ол енді сосын айтамын, кейін кезде қала дейтін жақсы көркейіп келе жатыр, жаңадан үйлер салынып жатыр, гүлдеп келе жатыр. Ол қайда жоқ дейді. Сосын жаңағыдай тарихи сырында атыбың Исатай енді онда атақты адам қай жерде жоқ, Қазақстанның қай жерінде де бар, қай жерде көрдіңіз, бар жерде де құрылып жүріп жатыр, бар жерде де артып келе жатыр деп біраз соның кейін маған әуенің дайын ба деді. Жоқ, мен енді сол өлеңге қарап, сөзіне қарап шығарамын ғой. Біресе Аралға кеттім деп айтыр, жолға шығып кете берді, соның айтыр бір күні ақырында мен өзім біреу шықтыма жазып, соған ән шығарып, сосын дайын мелодияменен домбырамды алып үйіне барып, черновигімді алып барып, мен міне осындай шығарып, осындай ән шығардым. Енді әуені бар деп соны тыңдап қалып қалды да, соған қалған өлең қосып, менің бір шумағыма епші түзету енгізгенде адам өзім жыладым енді ана оқығанда, ән қылып айтқанда. Сөйтіп Орал әнім сенсің шалқыған деген әніміз шықты, ол жүлделі орын алды. Осынан Рахмет, ата. Жалпы біз осы атамызды ақын ретінде, гимн авторы, қоғам қайраткері ретінде танимыз. Ал сіз білетін қарапайым үйдегі достардың ортасындағы Қадыр аға қандай еді? Ол кісі жалпы қалжыңды ұнатады ма, әлде байсалды адам болды ма? Енді негізінен осы
салмақты адам ғой, салмақты адам, байсалды, бірақ әзір алжыңға ол енді жібермейтін. Ешкім ол кісіге енді бір кейде қалжыңдап бір нәрсе айтса, сол өзіңнің қалжыңмен өзіңді қайтадан бұғаздатпайды. Өз қайдан табатын ұшқырлығы ойыны мықты, сосын әзілі оның адамның жаңағы намысына тиетін, я болмаса бір өкпеге тиетіндей, жүрегін дақ келтіретіндей айтпайды ол кісі. Әзілі міндетті түрде білесің, және бір емес бірнеше рет білесің, еске түскенде айтып жүретін осындай ортада ол әзілдемей отырмайтын. Керемет тапқыр, ұтқыр, ойы ұшқыр адам болатын, қаңғалатынбыз ғой. Біз сондай даңқпен, сондай абыройменен сонша қарапайымдылық енді ол бір үлкен ұлылықтың бір белгісі шығар деп ойлайсың. Себебі осы Айдонеділ шай ішейік дейді. Ой, қайта сәуірі ол жаңағы әңгімеміз бар, шығармашылығымыз бар десе, жоқ. Екеуміз отырып шай ішейік деп, оған жеңгейді де, Салтанат жеңгейді де мазаламайды. Ол кісі де Салтанат жеңгейдің кереметі, үйге кіріп кетесің, ол бұлар не айтып жатыр, не істеп жатыр деп еліп, араласу деген жоқ. Ол кісі ешқандай кедергі келтірмейді. Әңгіме процесімізді жалғастыра береміз. Сосын Қадыр аға өзі шай қояды, сосын екеуміз отырып шай ішеміз. Өзі маған шай құйып береді, өзі жейді, әңгімемізді айтады. Енді сондан одан артық не қарапайымдылық көруге болады. Жақсы аға, рахмет үлкен. Және де осы сұхбатымызды бір өте маңызды нәрсемен аяқтағым келіп отыр. Біз жалпы Қадыр Мырза әлі атындағы мектептің оқушыларымыз. Біз үшін осы мектепте оқу, осы кісінің атымен аталған мектепте оқу біз үшін үлкен мәртебе. Және де біз ол кісінің атын мақтап қана қоймай, оның мұрасын қалай жалғастыруымыз керек, сол туралы айтып жібересіз бе? Бізге бір өсиет, насихат бере аласыз ба? Енді бір айтасы ол енді ол Қадыр ағаның атындағы мектеп және мектептегі ерекше онан мектептердің көрінен болады. Басқа мектептер жағдай өзіңіз 2% жағдай жасалып қойған, керемет анадай ғимаратта оқудың өзі тілмен көшіретін жасалған. Оның үстіне қосымша ұлы адамның есімін алған мектеп біріншіден мақтап, екіншіден үлкен жауапкершілік. Басқа оқушыларға, басқа мектептерге әріптестерінің арасында алды болу. Қадыр аға сияқты оқысаңыз, ондай бүкіл екі дақықты қайда оқуын екенін айтады. Сол үшін өмірмен үлгі алса болады. Тамаша той думанмен таң атырсам, сол кезде жаныңда сен жан отырсам, тамаша жексенбі күн көл басында, тұнықтан балық аулап бал отырсам, тамаша жексенбі күн көл басында, тамаша тойлаудың түнін көрсе, түнде сол айдай сұлу теңін берсе, тамаша дос. Қадыр жады таңғажайып феномен. Ол тіпті ақ қағазға қарамай-ақ мыңдаған өлең шумақтарын жатқа айта білген. Қадырдың 11 жасында 16 сыныптасына арналған әзіл өлеңінде тек 7 балаға фантазиясы жеткен екен. Ал замандастары оны тірі энциклопедия деген. Есте сақтайтын фактке келетін болсақ, ол әлемнің 40-тан астам ақын жазушыларын қазақша сөйлете білген тұлға.
Бірнеше минут ішінде біз қадір әлемін бір шетінен ғана көрдік, бірақ нақты бір нәрсені түсіндік. Оның мұрасы қалдырған кітаптар емес, оның мұрасы тіліміз, рухымыз, еркіндігіміз және болашағымыз. Қадір жолы еңбекқорлықтың жолы. Қадір сөзі ұлттың коды. Біз ақын есімін елеген мектептің мақтанышымыз. Сіздермен болған 10-шы Г сынып оқушылары, бізбен болғандарыңызға рахмет. Қадірді оқуды ұмытпаңыздар.